Қайырлы күн, құрметті достар. Керуен сарай жайлы екінші видеомызда бастаймыз. Осы жерге келген қонақтардан сұхбат алдық. Бізбен бірге болыңыз. Сәке Лайф арнасына тіркелуді ұмытпаңыз. Саламатсыздар ма? Мына шоу аренада не көрсетіледі? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Бұл жерде асыл тұқымды қымбат аттар және де акробаттар, каскадерлар өнер көрсетеді. Қазақстанның қыз қуу деген дәстүрін жаңаша түрде сіздерге көрсетеді. Бізде билет құны 4,5 теңгеден 4 жастан 11 жасқа дейін 3600 теңге. 4,5 теңге. Үлкен ересек кісілерге. Ересек кісілерге 4 жастан 11 жасқа дейін 3600 теңге, 11 жастан жоғары 4,5 теңгеден. 4,5 теңгеден. Рахмет. Билет осынан алып. 1 сағатқа ма? Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Құрметті достар, өздеріңіз көргендей, мына жерде шоу аренаның ішінде қыз қуу бұрынғы дәстүрді жаңаша түрде көрсететін болады екен. Сол себептен кіруді ұсынатын едім. Біз әзірге кірмейміз бірақ. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Керуен сарай қалай, ұнады ма сізге апа? Ұнады. Ұнады ма? Жақсы керемет. Қандай кемшіліктері бар ма? Артықшылықтары қандай? Қандай көңіл күй сыйлап жатыр? Осыншама дүние жасау оңай емес қой, кемшілік болады ғой, кемшіліксіз емес. Бірақ көш жүре түзеледі дейді. Құдай қаласа 1-2 жыл артқа салса жақсы дүние болады, қазақ елінде жақсы дүние болады. Жалпы ұнап тұр ғой енді. Жалпы. Қай қаладан келдіңіздер? Қызылордадан. Қызылордадан? Жақсы, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум бауырым. Уағалейкум ассалам. Қай жақтан келдіңіз? Қай қаладан келдіңіз? Түркістан ба? Шымкенттен. Шымкенттен? Қалай, керуен сарай ұнады ма сізге? Жақсы. Қандай ерекшеліктері бар екен? Қандай айтып өтетіндей қандай бір нәрселер бар деген? Енді ерекшелік өте керемет қой, көп ерекшеліктер. Үлкен жоба дейсіз ғой? Үлкен жоба, конечно, номер 1 бір осы ғой енді. Қандай бір айтатын бір ұсыныстарыңыз бар ма еді осы салада? Айтатын ұсыныс әзірге ешқандай ұсыныс жоқ, енді аралап көріп жатырмық қой. Енді мына Түркістанда қазір көпшілік бір Венеция деп таныстырып жатыр да, Қазақстандағы Венеция деп. Осыған келісесіз бе, әлде Түркістанның өзі Түркістан деген ерекшелікпен осындай қалу керек? Бұл енді бұл жалпы Түркістан деп бөліп жармай қойып, бұл Қазақстанның мақтанышы ғой. Қазақстанның мақтанышы өзінің ерекшелігімен аталған дұрыс па, Түркістан деген же қаланың? Түркістан, бірақ Қазақстанның мақтанышы. Қазір ана бейне роликтерде, ютубтарда видео түсіріп жатқандар Қазақстандағы Венеция деп таныстырып жатыр да, қаланың соған бола не уақытамыз. Дұрыс. Жақсы демалыңыз, сәттілік. Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Керуен сарай қандай сізге көңіл күй сыйлады? Әдемі, жақсы, керемет. Ұнайды ма? Ұнайды. Қандай кемшіліктер байқадыңыз ба? Жоқ, енді бастап жатырық мына жақтан. Жалпы ұнайды ғой былай. Жалпы ұнайды. Енді бастап жатырсыздар. Қай қаладан келдіңіздер? Қызылорда. Жақсы, сәттілік, онда келесіне дейін. Жақсы демалуларыңызға тілектеспін. Жақсы, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыздар? Қайырлы күн. Қалай демалыс, қалай өтіп жатыр? Керемет, иә. Керуен сарай қалай, ұнады ма сіздерге? Ұнады, жақсы. Қандай артықшылықтар бар, немесе қандай ұсыныстарыңыз бар айтар? Қандай ұсыныс жоқ, бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Керуен сарай жалпы бір ұлттық нелерді байқадыңыздар ма? Ой өрнек немесе әлде жаңағыдай Түркістанды Венеция деп таныстырып жатыр да кейбір кісілер. Осыған қалай қарайсыздар? Негізінен Венеция бір ерекшелік бұл туристерді тарту мақсатында, бірақ та тек қана сол жаңашылдықты емес, өзінің көне тарихында сақтап, бір ерекше мәнге ие болған. Сондықтан туристерді жақсы тартады деп ойлаймын. Сізде қандай айтар ойыңыз бар? Түркістан қылып танытқан дұрыс, осындай ерекшелікпен дұрыс па? Жақсы, рахмет жігіттер, жақсы демалыңыздар. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Керуен сарай қалай, ұнады ма сізге? Жақсы екен. Жақсы ма екен? Қандай кемшіліктері бар? Кемшілігі әлі ішіне сауда орналаспаған,
Соны шамалы ретке келсе ары қарай болады. Кішілік кемшілігіміз деген жоқ. Кейбір тұрғындардың айтуы бойынша иіс сезіледі дейді. Сізге иіс сезіліп жатыр? Жоқ, байқамадым. Ондай иіс жоқ. Қай қаладан келдіңіз? Мен Шолақ қорғаннан келдім. Рахмет, жақсы демалыңыздар, сәттілік. Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Керуен сарай қалай, ұнады ма сізге? Әрине, иә. Қандай айтар ұсыныстарыңыз бар ма? Ешқандай ұсынысым жоқ. Жақсы, керемет. Бала шағаға қалай қолайлы ма екен, алатын жаңа жейтін заттар бар ма, қыдыратын, демалатын балдарға? Иә, мороженое жедік. Осынан келдім. Жалпы ұнады ғой, иә? Қай қаладан келдіңіз? Біз ба, осы жақтамыз. Осы Түркістан. Сау боласыз. Жақсы, иә. Жақсы. Саламатсыз ба вообще? Қалайсыздар? Қай қаладан келдіңіздер? Шымкенттен келдік. Шымкенттен келдіңіздер. Қалай керуен сарай ұнады ма сізге? Жаңа келіп жатыр, Аллаға шүкір, жақсы. Түркістанды қазіргі Венеция деп таныстырып жатыр да Қазақстандағы. Сіз бұған қалай қарайсыз? Венеция деген дұрыс па, әлде Қазақстанда Түркістан деген ерекшелігімен қалу керек пе өзінің? Қалу керек деймін де. Ерекшелігімен қалу керек, иә? Айтар ұсыныстарыңыз бар ма? Нақышы қалай? Көңіл тола ма? Ұлттық нақыштар бар ма? Байқадыңыз ба? Бәрі жақсы, керемет, Аллаға шүкір, тәуба. Амандық Жақсы. болсын, міндетше құтқарсын бізді. Болды, жақсы демалыңыз. Құрметті достар, жазда мынандай көрініске қалай қарайсыздар? Арнайы түрде осыған қатысты бір әкімдікке үндеу жасайтын боламыз. Әрдайым бізді бақылап жүріңіздер. Достар, осымен біздің бүгінгі бейне ролигіміз тәмам. Ең басты біздің айтар нәрсеміз әрбір нәрсе сапалы болса екен, және де әрбір қала өзіне тән ерекшелігімен болғаны жөн. Сонымен қатар Сәке Лайф арнасына тіркелуді ұмытпағайсыздар. Біз алдағы уақытта керемет видеоларды, пайдалы, сапалы видеолар түсіруге тырысамыз. Бізді қолдап жүріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет достар. Келесі кездескенше қош аман.